Assalamualaikum. Құрметті көрермендер, достар, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке, табыс тілеймін. Мінекей бұзаулар уже мына көкке үйренді, көкке шығарып жатырмыз. Бүгін сәуірдің 27-сі. Уже мінекей үйренді. Таңғы сағат 8-ден 11-12-ге дейін 3-4 сағат жаямыз осылай. Бірінші күндері жеуді түсінбеді, білмеді. Ал енді міне қазір бастарын көтермей, жақсы жайылып, уже тойып, жатып бастап жатыр, уже тойды. 3-4 сағатта мына жерге тояды. Ең маңыздысы осы витамин. Мына көкшөп витамин. Қарындарын осы көкке тойса, уызымен көкке тойған мал ол өте жақсы болады. Мықты денсаулықтары жақсы, күшті мал болып өседі. Мінекей жеп жүрген шөптері осы үйдің қасында. Міне үй, осы жерде жүрміз. Бірінші күндері қашып, бір-бірін қуып, ойнақтап кетіп еді. Ал енді қазір міне жақсы. Бір-бірімен таласып, көк жеп, витамин жеп. 3-4 сағат жетеді күніне. Осының өзі бұларға таптырмас витамин. Осы сүттің құрамындағы бар витамин мына жерде бар. Түрлі түсті шөп бар, азот бұл. Өсіп кетеді. Ең бастысы осылай үйреніп алсақ, кейін әсте бірте өздерін жіберетін боламыз. Күн ұзағында жайылып жүретін болады сосын. Оған дейін балдар каникулға шығады. Бір атты егеріктеп береміз. Балдарға да пайда, бізге де пайда. Балдар атқа мініп риза болады. Жүреді осылардың ізінде. Сөйтіп бір жағынан балдарды да жұмыс істетіп үйретеміз. Неше жылдан бері солай қып айлығын береміз, зарплатасын қызықтыруға балдарды жұмысқа. Бірінші өзіміз осылай әсте үйретеміз. Осы балдардың алдына салып береміз. Дальше балдар жүреді. Ең маңыздысы осы мінекей. Уже боқтары көкпімбек. Көкке тойды мал. Мал көкке тойды. Әміне орып, жұлып жеп жатыр. Үйге келгесін қазір жемі бар, құрғақ шөбі бар, суы бар. Болды. Осыменен жатады. Және біреулері уже тойғаннан жатып бастап жатыр. Бірінші шығарған күндер мынандай салафандарды жеді. Сосын 3-4 күннен кейін түсінді, салафан болмайды екенін, дәмі жоқ екенін түсінді. Қазір уже жемейді. Салафанға жақындамайды. Енеке ана бір салафанды аяғының астында жаңа шұқылап түкіріп тастады. Қазір үйге кіргізіп, жемін беріп, шөбін саламыз, сонымен болды, кешке дейін жатады. Кешке және сүтін береміз. Уже бірінен бастап мыналарды үлкендерді уже шығарамыз, сүт бермейміз.
4 ay болды уже оларға. 3 ай біреулеріне уже болды. Ең бастысы көкке шықты. Витаминдерін жеп тұр. Екінші үйде жемдерін жеп тұр. Одан артық ештеңе керегі жоқ енді. Жазға дейін осылай, күзге дейін осылай жүреді. Шөбін жейді, жемін жейді. Күзге дейін. Осындай қып, арзан қып өсіріп аламыз енді бұзауды. Сүт беріп, анасының сүтін бере бергенше өстіп еңбек етесің, жүгіресің. Зато бұзауың өсіп кетеді. Подсостан жаман болмайды былайынша айтқанда. Мына еркектер бордақыға дайын. Алдында жемі толып тұр. Қалаған кезінде жейді, тойғаннан кейін кетеді. Ертең бордақыға тыққан кезінде де уже ол қиналмайды бұлар. Уже дайын болып барады. 4 бұзау кеш туылғандар бар енді, 1 айлықтар. 1 айдан асты енді, 40 күн болды. Оларды құрғақ сүтке ЗЦМ, заменитель цельного молока өткіздік. Оларды да осылай 1 ай, 1,5 ай береміз. Сосын 1 мезгілге өткіземіз. 1 мезгілге өткізіп, оларды да шығар жібереміз. Сиырлар, мына жерде жүрміне сиырлар. Әлі сиырға қоссақ болар, сиырға жарамайды. Қалып қояды, жатып қалады. Күзге жақын сиырға қосамыз. Күзге жақын. Оған дейін уже олар сүтті мүлден ұмытады, көкке тояды. Ешқандай сол кезде жүгіріп, проблема болмайды. Біреу жарының мұрнына андай қыстырып қоямыз, шеге сияқты. Анасына жақындағанда желіне тиеді, теуіп жібереді. Мұрнына қыстырып қоятын бар өзі магазиндерде. Бұндай пластмас ұшында бізде шеге сияқты нелері бар. Болды, сосын олар жолатпайды, анасы да жолатпайды оларға. Сиырдан қалмайды, уже күшті болады. Міне достар, осылай. Екеуі жатты. Істе уже айдап, үй жаққа қарай айдап кіргізу керек уже. Тойда міне екеуі жатты. Рахаттанып. Жатып алып жатыр. Жатып бастады. Кіреміз әлдеге. Жетеді бүгіндікке жетеді. Давай. Ертең шығамыз, үйге барып жем. Болды енді, молодец. Жүріңдер. 4 сағаттай жүрді, болады сол бүгін. Бәрін ескелейді, бәрі қызық. Молодец, жүріңдер.
Құдайдың берген шөбінен бесплатно витамин жеп бол үйге кірейін деп жатырмыз. Жетеді. Бол жем беріп тастаймыз. Жемін беріп тастаймыз. Сонымен жатады. Үйренді. Кір. Не қып қалды біреусі? Енді осылай боп текке ғана уақытың кетеді. Ізінде жүргенің қалады. Бұлайынша қалғанның барлығы пайда ғой бұларға. Ізінен жүресің, міне болды, бара жатыр. Жүрген жерлері міне. Жүретін жерлер, жататын жерлер құрғақ. Күннің көзі бар. Мына жерде мына үлкен ағаштардың көлеңкесі бар. Ана ағаштың көлеңкесі бар. Енді мыналар суы бар мінекей. Воротаны жауып қояйын, шығып кетпесін. Мына жерге мына жерден кірет. Мына жерде құрғақ шөбі бар. Мына шөпті жейді. Қазір жемін салып қоям. Мына жерде міне жаңбыр жауса, осының ішіне кіріп кетеді. Шөбін жеп, осындай жағдай жаратылған енді бұзауларға. Осы жерде ойнақтайды. Бір-бірімен секіріп ойнақтап жүреді. Шөп бар іште, бәрі бар. Су бар. Қазір мынаған жем салып тастайым. Міне су бар. Толайып мынау таңертең. Қазір жемін алып келеміз. Гидробленкасын салып ем. Таласып жеп жатыр міне. Тұзы бар алдында. Сол кезде бұлар өсіп жемге үйретсең, қашып кетпейді. Сол үйге осылай келетін болады жемге. Міне достар. Таласып жеп жатыр. Мынада жей берсін жарайды. Міне достар, менің бұзау өсіру тәсілім осы. Достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Барлықтарыңыздың істеріңізге Алла сәтін берсін, берекесімен болсын. Қош, сол аман болыңыздар.